Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге қолөнер арнасы. Бүгін сіздерге осы сөмкенің тоқылу жолын көрсеткім келіп отыр. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Ең алдымен сөмке тоқу үшін бізге осындай акриловый бусин қажет болады, размері 10 мм. Және де осындай бізге сөмкеге арналған цеп қажет. Екі басында осындай іліп қоятыны бар. Және бізге леска қажет. Леска осындай строительный леска қолданамын мен үнемі. Бұл жұмыс жасағанға өте ыңғайлы. Қайшы. Ал енді сөмкемізді тоқуға кірісеміз. Ең алдымен лескамызды өзімізге керегінше етіп кесіп аламыз дағы. Осында 4 моншақ өткіземіз. Моншағымызды өткізіп болған соң, екі басын теңестіреміз. Екі басы бірдей болу қажет. Біреу ұзын, біреу қысқа болып қалмасын. Енді тұрған соңғы тұрған моншаққа крючок жасаймыз. Лесканы кері қарай өткіземіз, сонда бізде осындай крючок пайда болады. Екінші жақтағы лесканы осы лесканың ортасынан өткіземіз. Тұрған түйінді ортасына қарай тартып кіргізіп жібереміз. Сонда бізде осындай ромбик пайда болады. Ең бірінші бастаған кезде ғана осылай 4 моншақпен бастаймыз. Одан кейін бір жағына 2 моншақ, бір жағына 1 моншақ өткізіп, 2 моншақ тұрған лескамызға крючок жасаймыз. Соңғы моншағына. Міне крючок жасадық. Енді екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ішінен өткізіп отырамыз. Каждый тоқыған сайын дәл осылай қайталайсыздар. Енді дәл осылай 13 қатар тоқып шығасыздар. Мінекей мен 12 қатар тоқыдым, себебі 13 қатар ол бұрылатын жер болып саналады. Сол үшін 13 қатарды қазір бірге тоқитын боламыз. 13 қатарды тоқитын кезде ол бұрылатын жер, сол үшін бір лескаға 3 моншақты бірден өткіземіз. Және тұрған соңғысына крючок жасаймыз. Екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ішінен өткіземіз. Мінекей, біз бұрылдық. Лескамыз, қараңыздар қалай тұрғанын. Жоғарыда емес, жанында тұр. Енді жаңа қатарға көшеміз. Жаңа қатарға көшкен кезде де дәл осылай бір жақ лескамызға 3 моншақты бірден өткіземіз. Жаңа қатарға көшкен кезде ғана осылай 3 моншақпен бастаймыз. Одан кейін уже 2 моншақпен тоқи бересіздер. Мінекей, жаңа қатарға көштік, 3 моншақпен бастап. Енді тұрған лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Екінші жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Крючок жасаймыз, бекітеміз. Міне дәл осылай тағы да қайталаймыз. Астыңғы лескамызды тұрған астыңғы моншақтан өткіземіз. Каждый тоқыған сайын дәл осылай астыңғы моншақтан өткізіп отырамыз. Үстіңгі жақтағы лескамызға 2 моншақ өткізіп отырамыз. Дәл осылай 4 қатар тоқып шығасыздар. Біз қазір астыңғы бөлігін жасап жатырмыз. Негізі астыңғы бөлікте 3 қатар болу керек. 4-ші қатар ол
ол жағын қазір сіздерге көрсетемін. Міне достар, 4 қатар тоқыдық, қараңыздар. Бізге негізі астыңғы бөлікке 3 қатар қажет еді. Мына тұрған 4-ші қатар, оны былай бүктейміз. Бұл біздің сөмкеміздің шеті болып саналады. Мінеки, енді айналдырып осылай тоқып шығатын боламыз. Нарада, бұрышта қалай тоқу керектігін сіздерге көрсетемін. Мына тұрған лескамызды мына астыңғы моншақтан өткіземіз. 2 моншақ өткіземіз үстіңгі лескамызға. Ешқандай да қиындығы жоқ. Айналдырып дәл осылай тоқып шығасыздар. Міне достар, қараңыздар, біз толықтай айналдырып тоқып шықтық. Енді бекітетін жерінде соңғы сіздерге көрсетейін. Астыңғы лескамызды мына тұрған астында тұрған моншақтан өткіземіз. Және шетіндегі моншақтан өткіземіз. 1-2 моншақтан өткіземіз. Және енді осында 1 моншақ салып, қатарымызды бекітеміз. Міне сөмкеміздің жәнінің 1 қатарын тоқып болдық, айналдырып, енді 2-ші қатарға көшетін кезде дәл алдында айтып кеткендей 1 лескамызға 3 моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Мінеки, енді астыңғы лескамызға астыңғы моншақты өткізіп, айналдырып, тура жаңағыдай қайталап шығасыздар. Дәл осылай 8 қатар тоқып шығасыздар жоғары қарай. Мінеки, 8 қатарды да тоқып шықтық. Қараңыздар, біздің сөмкеміздің уже жартысы бітіп қалды. Мінеки, астыңғы бөлігі осылай көрінеді. Астында біз 3 қатар тоқыдық. Мінеки. Енді біз сөмкеміздің ұстайтын жерін, ручкасын тоқитын боламыз. Ол үшін лескамызды мына тұрған 3 моншақтан өткіземіз. Мінеки, өткіздік. Үшеуінен де енді 2 басын теңестіріп, осында 1 моншақты өткіземіз. Бұған да крючок жасап бекітеміз. Қатты тартып жұмыс жасаңыздар. Егер бос тоқсаңыздар, сөмкелеріңіз бос болып қалады. Сол үшін қаттырақ жұмыс жасаған жөн. Енді мына тұрған крючокты моншақтың ортасына қарай кіргізіп жіберіп, қараңыздар. Мына 2 шетінде тұрған 2 моншақтан лескамызды өткіземіз жоғары қарай. Екінші жағында дәл осылай өткіземіз. Енді осы жерге тағы да 1 моншақ өткізіп, крючок жасап бекітеміз.
Мінекей біздің сөмкеміздің формасы шығып келе жатыр. Енді біз жоғары қарай ручкасын тоқитын боламыз. Қараңыздар, мынарада 4 моншақ. Бізде 4 моншақ болып тұр. Айналдырып тоқитын боламыз енді осыны. Енді бір жақ лескамызға 3 моншақты өткіземіз. Ең бірінші бастайтын кезде ғана 3 моншақпен бастаймыз. Крючок жасап бекітеміз. Мінекей 4 моншақ болды. Енді тұрған астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Енді үстіңгі лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Тағы да тура осылай қайталаймыз. Астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Енді қатарымызды бекітетін жерде қараңыздар, астында және жәнінде 2 моншақтан өткіземіз. Осында енді 1 моншақ өткізіп қатарымызды бекітеміз. Тағы да бір қатарын тоқып көрсетейін. Ең бірінші бастаған кезде 3 моншақпен бастаймыз. Жаңа қатарға көшкен кезде 3 моншақпен бастаймыз. Одан кейін 2 моншақ, 2 моншақ, сосын 1 моншақ етіп тоқисыздар. Үш моншақ салып, крючок жасап бекітеміз ең бірінші. Одан соң астыңғы моншақтан өткізіп лескамызды 2 моншақ салып бекітеміз. Тағы да дәл осылай қайталаймыз. Астыңғы моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткізіп, крючок жасап бекітеміз. Қатарымызды бекітетін кезде астыңғы моншақтан өткіземіз және де жәніндегі моншақтан өткіземіз. Сосын 1 моншақ салып, қатарымызды бекітеміз. Мінекей достар, дәл осылай. Мына екінші жағында осылай жасап, ортаға қарай алып келеміз да, екі шетін
өздеріңізге ұнаған размерде екі жаққа қарай тоқып шығасыздар да дәл ортасын бекітетін боласыздар. Мінекей екі шетін тоқып келдік. Енді осының ортасын бекітеміз. Екі шеті де екеуі де бірдей. Екі ортасын бекіту қиын емес. Мұқият қарап отырсаңыздар түсінікті. Лескамыз жоғары қарай тұр. Қараңыздар. Енді осында екі лескамызға екі жағына бір-бірден моншақ өткіземіз. Дәл жоғарыда тұрған моншақ құсап, мына жақтағы жоғары моншақтан өткіземіз. Бір лескамызды өткіземіз осында. Сөмкемізді аударып, қараңыздар. Моншақ тұрған лескамыздың үстіне мына жаңағы шыққан лескамызды қоямыздағы. Қараңыздар. Мына моншаққа қайтадан кері қарай өткіземіз лесканы. Сол кезде бізде крючок пайда болады да, моншағымыз жылжымай формасын жақсы ұстап тұратын болады. Мінекей. Енді екі жақ лескамызды астында тұрған екі моншақтан өткіземіз. Енді осында бір жақ лескамызға бір моншақ саламыз. Крючок жасап бекітеміз. Дәл осылай астыңғы жағында қайталаймыз. Мінекей астыңғы бөлікте астыңғы екі моншақтан екі лескамызды өткіземіз. Сөмкемізді аударып, осында енді бір моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Мінекей бекіттік. Енді лескамызды тұрған астындағы екі моншақтан өткіземіз тағы да. Дәл осылай бірнеше рет қайталап, артық лесканы кесіп тастайсыздар. Енді тұрған моншақтан өткізіп крючок жасаймыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Тек видеоға мұқият қарап отырсаңыздар, барлығы да өте оңай түсінікті айтылған. Неге тағы да бірнеше рет қайталап аяқтайтын боламыз. Мінекей сумкамыздың ручкасында тоқып болдық. Енді соңғы тоқитын жер ол сөмкеміздің алдында былай жабылып тұратын жерін тоқимыз. Ол үшін артынан санағанда екі моншақтан аттап, үшінші моншаққа тоқитын боламыз. Бір жақ лескамызға үш моншақты өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Астыңғы моншақтан өткізіп, енді екі моншақ етіп тоқимыз. Тоқылу жолы
тура алдындағы тоқыған сияқты бұл жерді 5 қатар етіп тоқып шығамыз. Мінекей достар, осымен біздің сөмкеміз дайын болды. Қараңыздар, іші осылай көрінеді, өте ыңғайлы, жабатын жері де барлығы өте әдемі тоқылды. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тізіп жалғасаңыздар болады, жалғамай дәл осылай ұстап кете берсеңіздер де болады. Цепті жалғау үшін екі шетіндегі қараңыздарына тұрған моншаққа қыстырамыз. Екі жағынан да дәл осы моншаққа қыстырасыздар. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған қолөнер арнасы. Қош сау болыңыздар.